Қалайсыздар достар? Бүгінгі сабақта охват арқылы қалай таргет жіберу керектігін үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақта біз генерация лидовты өткен болатынбыз. Генерация лидов бұл не үшін керек? Бізде сайт болмаған жағдайда, Инстаграм болмаған жағдайда, клиент егер Инстаграмда жоқ, сайтта жоқ, жалпы онлайн ешқандай нәрсесі жоқ, сол кезде заявка түсіру мақсатында генерация лидовты қолдансақ болады. Ал охват бізде видеомызға, баннерге, көп просмотр жинауға арналған мақсат, яғни барынша көп көрсетілім бізді адамдар жаттап қалу керек, көру керек деген секілді сондай мақсатта ғана жібереміз. Мына жерде қарапайым ғана охват таңдаймыз, создать деп басқаннан кейін охват таңдаймыз, одан кейін название жазамыз, продолжить басамыз, оптимизацияны қосамыз, одан кейін группа объявлений деген өткен кезде мына жерде страницаны таңдаймыз, өзімізге керек страница, Facebook страницаны. Қарапайым трафик арқылы жіберілетін таргет секілді бұл жерде де міне бюджетті, графикті қоясыз, аудиторияңызды таңдайсыз, место размещения таңдайсыз, қай жаққа рекламаны көрсеткіңіз келеді, Facebookқа, Instagramға деген секілді. Одан кейін келесі реклама деген бөлімде уже жаңағыдай мына жақта нені таңдаймыз? Инстаграмымызды таңдаймыз. И келесі өзіміздің баннерімізді жүктейміз, основной текст, яғни копирайтингті қоямыз, болды. Тек бір ғана момент, мына жерден добавить URL сайты деген кезде, жанына галочка қойған кезде, біздер мына жерде сілтеме қоюымыз керек болады, яғни кнопка тұрады, мына жерде кнопканы қоямыз міндетті түрде, подробнее деген мысалға, например. Подробнее қоямыз, и мына жерде сайттың сілтемесін қоямыз. Сайттың, Инстаграмның, WhatsApp'тың қойсаңыз болады. Бірақ бұл охват арқылы таргет жіберген кезде заявкаға үміттенбеу керек, себебі бұл жерде заявкаға жұмыс жасамайды, цель барынша көп адамға көрсетуге жұмыс жасайды. Яғни бізде мына жерде 10 мың охватқа бір ғана доллар алуы мүмкін, 2 ғана доллар алуы мүмкін. Яғни барынша аз ақшаға көп адамға көрсетеді. Бірақ тағы да ескертемін, бұл жерде заявка келеді деген нәрсені просто ұмыта салу керек. Жайда қойып қойдым. Мына жерден заявка келеді деп үміттенбеңіздер. Сол себепті просто мына жерде барынша көп адамға көрсету арқылы, көп адамға жатталу арқылы, одан кейін ол адам сіздің екінші рекламаңызды, үшінші рекламаңызды, төртінші рекламаңызды көреді, одан кейін барып уже продаж жасауы мүмкін. То есть сіздің өніміңізді сатып алуы мүмкін. Яғни сондай мақсатта біздің охватымыз жұмыс жасайды. Сабақты соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.